Анардың адам денсаулығына пайдасы. Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп кетіңіз. Гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісі қан аздық ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырынын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стақан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымы дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Оған ағзадағы гормондық байланысты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген өте пайдалы. Ауыз қуысын дәрілейді. Жеміс қабығының жасалған су тұнбасын немесе шырынын ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісі қан диабет ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын немесе радиацияны жоғарғы аймақта тұратын адамдарға ішкен жөн. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығы ағзадағы құрттарға қарсы пельтерин, изопельтерин және коллоидтар бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін 40-50 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып, қайнату арқылы ағзаға іштей қабылдау керек. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісімен қабынған іш өтуге тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларына қарсы емдік мақсатта пайдаланады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан ыстық суға салып, 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 реттен ішкен дұрыс. Егер ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.